Мен есімім Анель, жолдасым есімі Марлен. Мен өз өмірімдегі кішігірім оқиғамен бөліскім келеді. Өмір үшін өліммен күресу, махаббатымыз үшін аурумен күресу. Ең бастысы мен дертім 2009 жылы басталды. 2009 мен 9 сынып оқушысы едім. Ең басты диагнозым туберкулез болатын. Сол Құлсарын дәрігерлері тұмау деп, менің екі өкпем одан сайын асқындырып, распатпен қатты 2-3 айдай ауырдым. Содан Құлсарын дәрігерлері әке-шешеме біз күніне 10-15 дәрі береміз, сіздің қызыңыз көтере ала ма, ана өкпемен біз білмейміз деп күдікке салып қояды. Содан келесі күні мен Қарағандыға шығып кетем, өзім мамам Қарағандыкі. Содан сол жақтың ауруханасына дәрігерлер бірден жатқызып, қолға алып, бірден амал жасай бастайды. Мен сол ауруханада тура 1 жыл жаттым, аурухананың қабырғасында 1 жыл өмір сүрдім. Содан 2010 жылы, қысқа айтып кетейін, содан 2010 жылы менің бір өкпемді толық алып тастау керек деп шешім қабылдайды дәрігерлер Қарағандының. Сол жылы 2010 наурыз айында мен өкпеме ота жасатып, бір өкпем толық алып тастайды. Реанимациядан шыққан бойда 2 күннен кейін жасыл су дейтін болады, жүректі басып жатыр деп дәрігерлер әке-шешеме қайтып ота жасату керек деп. Мен ол кезде әлі тұрмаймын, сөйлемеймін, тек жатам. 2 күннен кейін қайтып ота жасайды. Содан мен наурыз айында 2010-да 9 ота жасаттым, 1 айда. Аллаға шүкір, мамыр айында сол жылы мен толық жазылып, емделіп, мен еліме оралам, Құлсары қаласына. Арада аз ғана уақыт өтеді. Сол кезде мектептен шығып келе жатқанда Марленді байқаймын, достарымен сөйлесіп тұр екен. Сондай көрікті, әдемі, томпиып. Сол кезде қыздардан бірден сұрастыра бастадым. Мұндай жігіт біздің мектепте жоқ еді ғой деп. Жоқ, волейболист, бұл жігіт бұрыннан бізде оқиды деп. 1 жыл мен сабақта болмағансың, байқамағанмын. Содан кейін, бірақ мен Марленді көрген жоқпын. Бірақ енді Алланың қалауымен, тағдырдың жазғанымен Марлен мені байқап қалған. Мен ары қарай өзі айтып берсін, қалай болған. Ассалаумағалейкум. Келдіңіздер. Біздер сол Құлсарыда бір мектепте оқимыз. Агент дейтін бар ғой, мессенджер. Интернет-кафе дейтін болатын. Интернет-кафеге кіріп келгенде әдемі, аппақ киіммен бір қыз компьютерден тұрып келе жатыр екен. Танитын бір мектепте оқитын қыз. Сол компьютеріне барып өзім оттым. История қалып қояды ғой. Атын примерно білемін. А деп басып қалғанда Анеска 11 деп логин шығарып берді. Логиннен дружба жіберіп, мектеп оқимыз. Мен 1 класс төмен оқыдым, бір сынып. Агентпен осы дружба жіберіп, қабылдап кірдік достардың қатарына. Сол жерден танысып, агентпен араға уақыт қалып, мен 9 бітіріп оқуға кетіп қалдым Ақтөбеге. Ақтөбеде оқуда жүргенде мен дос балам бар, класстасым, бірге оқимыз. Ол Құлсарыдан келе жатыр екен, Ақтөбе қаласы. Мен Ақтөбеде оқыдым. Ақтөбеде сол звондап, маған Ақтөбеге келдім, маған келіп көмектесіп жіберші, осында үйде деп. Ол туыстардың үйінде жатады. Барып, үйіне барып, жұмыс жасап жүріп айтады, осындай Анель дейтін қызбен келдім пойызда, Құлсарыдан. Кім Анель деп сұрап, агентпен сөйлесіп жүрмін, осындай қыз емделуге келген екен. Номерін бер деп, номерін алдым жаңағы баладан, оған номер
әлі есімде 2010-да болды. Сол номерін алып, сол жерден кездесуге шақырып, сол жерден кездесіп, жақын танысып, сол жерден бастап жүрдік. Иә, біздің ең алғашқы кездесуіміз сол болды. Ақтөбе қаласында болды. Мен содан Марленмен уже телефонмен сөйлесіп, басында агентпен ғана сөйлесетінбіз. Ақтөбе кеткенде Марленмен сөйлескен жоқпыз агентпен. Сол кішкене дұрыс жеткізе алмай тұрғаны. Содан мені мама екеуміз Құлсаға шығарып салды Марлен. Құлсаға келдік, Марленмен әлі сөйлесеміз телефонмен. Содан аптада 2 апта өтеді. Бана қаралған Ақтөбеден нәтижем келеді. Долли Хасигма дейтін диагноз қойды, және тіке ішектегі трещиналар деп қосып диагноз қойып берді. Содан тез арада ота жасату керек деп сол шешім қабылдайды Ақтөбенің дәрігерлері. Мен оған дейін Марленге ауруымды айтпайтын, бірақ ол шет жағасын білетін болған. Соны мен бірақ отаны Қарағандыда жасаймыз деп шештік. Бір күн қалғанда Марленге барлығын айттым. Мен жалпы 1 жыл бойы осылай емделіп шықтым. Әлі учеттамын, қазір бірақ 10-шы отаға кетіп бара жатырмын. Марлен бірден ештеңе етпейді, Алла шипасын берсін, дәрігерден айтқанында аман-есен барып кел деді. Иә, жарайды дедім. Басында мен айтқан жоқ, мен бана туберкулез дедім, сол кезде мен бір 20-30 шақты досым болды. Соны 2-і ғана қалды қасымда. Сол кезде мен қатты адамға деген сенім ондай болған жоқ. Содан мама екеуміз Ақтөбеге кетіп бардық. Келесі күн таңертең Марлен звондайды, сен қандай пойыз, қандай вагон деп. Мен ойда ештеңе жоқ, осылай деп айттым. Мама мен пойызға кетіп бардық, Қандыағаш дейтін станция тоқтайды, Ақтөбеге тоқтамайды. Марлен Ақтөбеде оқиды. Сол кезде Марлен Ақтөбеден сабақтан қашып, мен пойызға келеді, біздің пойызға. Мен өзім сені көріп, шынымды айтсам, мен түсіп бараттым вагоннан, Марлен көтеріліп келе жатыр екен. Мен күткен жоқпын, сол пойызда отырып, көңіл күйім түсіп, ота қалай өтеді екен деп ойлап келе жатқан ойым бәрі бірден өзгеріп кетті Марленді көріп. Содан бастап Марленге деген сезім басқаша қарап, көзқарасым, ішімде, жанымде бәрі басқаша. Сезіп бастадым Марленге, өзім кішкене жүрегімді аша бастадым Марленге. Сол Аллаға шүкір, ол да ота жақсы өтті, 8 сантиметр ішегімді алып тастады. Арада қайтып елімізге ораламыз, Марлен Ақтөбеде оқуда. Содан жаз келді, уже қайтып Марлен енді келіп тұратын, аптасына 1 рет Құлсаға келіп тұрады, телефонмен күнде сөйлесеміз. Солай жүріп, мен жазда жүрегім сыр бере бастайды, қайтып. Содан Қарағандыға барамыз деп қайтып, Марленге айтам, Марлен мен де сен барам дейді Қарағандыға. Жарайды деп, бәріміз бірге барамыз, сол кезде дәрігерлер хроническое легочное сердце деп диагноз қояды. Менің жүрегім артта болатын толық. Артымдан соғатын, артымда болатын, сүйектен арасына қыстырылып тұратын жүрегім. Содан бірден емдеп дәрігерлер сөйтіп бастаған, мен ешқандай нәтиже болған жоқ. Қалай болды, солай болды. Денсаулық одан сайын нашарлап төмендей бастады. Мен сол жылдар 2014 жылы болды. Уже қалай айтсам екен, мен судорог дейді, ол судорог. Миыма ауа бармай, судорог ұстай бастадым. Көп құлап қала беретін болдым. Потеря памяти, память жоғалта бердім. Любой сәтте, любой тұрған жерін ұмытып қалам өзім. Кіммін, не істеп тұрмын, кіммен тұрмын. Сондай кезде судорогта да қалай жоғалтамын, соның бәрінде Марлен жанымда болды. Сен анелсің, мен Марлен осы отырып, сразу бірден алып қалатын болды, мен жанымда болды. Солай жүрдік, бірақ көп емделдік, 1 жыл емделгенмен, одан судорог күнде 2-3 рет болып кетті. Бірден экстренмен тағы да түстік, Қарағанды қаласында едім, ол кезде оқуда, Марлен жұмыста, жақында, қасымызда. Сонда дәрігерлер анел саған кислородный баллон тағу керек деді. Сен организмда ешқандай кислород жоқ, миына кислород бармайды, миын уже отключение беріп жатыр сені. Жарайды деп, бірден Алматы қаласына кислородный баллон заказын алдыртамыз. Сол кислородный баллонды Марлен мен жұмыстан шығам, өзім тағам дейді кислородный баллон.
кислородный баллон 10 килограммдық Марлен артына тағып, сол шлангы шығып, маған жалғанып тұратын болды. 2 жыл біз солай жүрдік, бірімізден жалғанып. Қайда барсақ та, дүкенге барсақ та, мен олсыз демалмайтын болдым. Бана өкпе шланга дейді, кислородсыз мен демалмайтын болдым. Қайда барсақ та, қонаққа барсақ та бірге жалғанып барамыз. Қайда тойға барсақ та, Марлен сол кислородпен арқалап мен алып кететін тойға. Сонымен баспалдақпен көтерілмейтін болдым, көтере алмайтын болдым мен. Марлен бана кислород алдына алады да, мен арқасын арқалап сөйтіп көтерілетін болды екеуміз. Қайда болса да. Марлен енді шынымды айтсам, мына жерде бәрі көгеріп, ісіп сөйтетін, енді баллон ауыр болғандықтан, бірақ сонда да ешқандай қиыншылығын маған көрсетпей, білдіртпей, көз жасын көрсетпей келген бала. Содан 2015 жылы болды, енді мен мүлдем жатып қалдым. Мен жатып қалдым деп деуге де болады. Содан біз Марлен екеуміз Қазақстанның әрбір қаласына бардық. Бізге хотя бы диагноз қойып беріңізші деп. Әр есікке қақтық, жылап та сұрадық, жалынып сұрадық. На колени ставали, просили, умоляли, пожалуйста, біз. Не болып жатыр маған, просто ешкім білмейді. Дәрігерлер қарайды, бір-екеу қарайды, жоқ болды. Әрі тебет доп ұқсап, мында тебет доп ұқсап. Ешкім қараған жоқ, есік бәрі жауып. Пожалуйста, басқасына обращайтесь, мен білмеймін, не екен сіздердікі, айта алмаймын. Содан өзіміз хирургымызға барамыз, бірінші ота жасаған Аманжол Алданов деген кісі, 7 бой мен қараған кісі, қарағанның хирургі. Сол кісі 3 күн қарап, маған нақты диагноз қойып береді. Менікі синдромный болезнь болды, постпульмонный эктомический синдром дейтін болды. Ол мен бана жүректе артында болды, соның тамыры любой секунд үсіп кететін болды, любой секунд. Сондықтан ешқай дәрігер мені алған жоқ. Бірақ хирургім айтты, Анель, біз сен толық документтерді алып, Мәскеуге клиникаға жібереміз, сол жақта ота жасалған. Қазақстанда ондай ота жасалмаған. Так что дәрігерлерге ренжіс болмасын деді. Жарайды деп, біз босқа уақыт кетірмейік деп, Алматы қаласына барамыз, Медикер дейтін клиникаға барамыз Марленмен. Медикер дейтін клиника бір керім бір профессорге жолығып, бір апта мені қарайды. Бір апта қарайды, 7-ші күні маған айтады, Анель, ащы болса да шындық, бірақ сенің 30% ғана өмірің қалды дейді. 30% ғана өмірің қалды. Марленге қызды әрі-бері сүйреме болды. Әке шешесіне апар, жайлап дайындалсын дейді. Бұл қыздың жүрегінде тамыры қай уақыт үзіп кететінін білмейміз, бірақ уже жіп сияқты болып қалған дейді. Үйіне апар, бір сөзбен айтқанда өлімге дайындалыңдар деді, болды. Салқын су құйылып кеткенде болды, үстіме шынымды айтсам. Бірақ Марлен бірден айтты, жоқ, біз бармаймыз. Біз Құлсарыға да ешқайда бармаймыз. Мен күресем. Пожалуйста, сен маған ішінен душевно көмектесші, берілме болды дейді. Профессор айтқан үміт болды. Күресейік до конца, күресейік деді, болды. Алладан сұрайық, Алла көмектеседі бізге. Мәскеуден хабар күтейік деді. Сол ара тағы да бір апта өтті, өзім хирургім хабарласады, баны Мәскеуге жіберген. Анель, өкінішке орай Мәскеуде клиника сенен бас тартты дейді. Сені өте нашар жағдайын ала алмаймыз деді, болды деді. Бірақ деді, Анель, мен сені 7 жыл бойы білем, Марлен екеуін күресіп жатқан көріп тұрмын, өз көзіммен көрдім. Мен сені толық білем деп айта аламын. Ішінде құрылыс барлығын білем. Өтінемін, мен бір апта күтші. Ой, кешіріңіз, 20 күн күтші дейді. Мен өзім Кореяға барып, сен бара алмайсың, мен өзім барам. Сен үшін мен тәжірибе жинап, сол жақтан ота жасатып, мен өзім сені қолға алам. Мен сен қызындай көрем, мен сен көмектескім келеді, өтінем, жаным шыдаш дейді маған 20 күн. Әрине біз қуаныштың жасы Марлен біріміз құшақтап, оның алдында Алматыда бана Марлен күн-түн ұйықтамай, түнімен Алладан дұға сұрайды, түнімен мешітке барады, намаз оқып, күнде Алладан сұрайтын болды, күнде Алла тағала өтінем көмектесші, бізге жол ашып берші. Сол Алла тағала біздің дұғамызды қабыл етіп, сол хирург сондай маған деген сондай үміт сыйлады деп ойлаймын. Сосын Мәскеу отказ берсін, Китай отказ берсін, Қазақстан отказ берсін. Өзім хирургім Кореяға барып келді. 20 күн тез өтіп кетті.
20 күн ішінде енді әрине қиыншылықта барлығын мен Марлимен сол 20 күн тез өтіп кетті мен үшін. Содан хирург келіп, Анель мен келдім, Кореядан дайындала беріңдер, келіңдер деді. Бірден жетіп бардық. 2-3 күн ғана қарады, болды, Анель, күтуге болмайды. Айтып кеткім келеді, ол хирург Аманжол Алданович, бана Қарағанның хирургі, полный әке шешем, дәрігерлер бәрі, үстінде бастықтар бәрі консилиум ашады. Сол кезде дәрігерге айтады, Аманжол Алданович, если нақыс операцион столда өліп кететін болса, сіз осындай өзіңіз медицина сферасында ешқашан жұмыс жасай алмайсыз деп. Сіз медицина заңын бұзып тұрсыз, 30% ол өлім деген сөз, а сіз 9-ды алып тұрсыз дейді. Аманжол Алданович айтады, мама, анам айтып жатыр, қасында болды консилиумда. Аманжол Алданович айтады, ол қыз қазір миы отключение беріп жатыр дейді, әлі сіз несі түрінен көрінеді дейді, бірақ іші бана организмі қатты екен, мен білем. Мен ол қызға сенем, ол қыз мен күресетін білем дейді, оның іші қатты. Сырты миы отключение, бірақ іші қатты, мен ол қызды қолы алам. Нағыз өліп кетіп жатса, мен жұмыстан шығамын дейді. Мақтауға лайықты кісі деп ойлаймын ол кісі. Содан 3 күн дайындап, енді отаға шығарып салады. Марлен отаның алдында хирургымның сөзі, давай жиынып шығайық, Анель, давай көрсетейік. Сенің әке шешең Марлен күтіп отыр. Давай, сен маған көмектес, мен саған көмектесемін деді. Оны Марлен, арғай Марлен білет, мен шығарып салды, бана операционный столға. Арғай Марлен айтып кетсе, қалай болған, мен операция жасап жатқан кезде. Наркозда болдым, білмеймін. Сол операцияға біз больницаға Қарағандыға келдік. Февральдың 13 күні больницаға жатқанбыз. 3-4 күн қарады. Февральдың 2016-18 күні операцияға алып кетті. Операция енді маған да ондай ештеңе айтқан жоқ. Мен осы шыны керек. Интернет шолағалы бұл қыздың ауыратынын мен интернеттен қарап оқыған екенмін де. Мен білген жоқпын да, маған сезілген жоқ та. Операцияға осындай 3 сағат болады. Мен врач сөйлескен жоқ, сөйлеспейді. Мен де сөйлескен жоқ. 3 сағатқа созылады деп, операция 6 сағат болды. 6 сағат мамасы, апасы үшеуміз күтіп, 3 сағат, 4 сағат, 5, 6 сағаттан кейін мана хирург шығып, көзі бәрі қызарып кеткен, менде там қысып тастаған резинкілер. Шығып, мен отырған жеріме бетіп келіп, мен қолымнан алып, кабинетіне қарай алып кетті. Кабинетіне барып айттым, орысша сөйлейді, мен орысша сөйлей алмаймын, мен түсінбеймін орысша. Сердце биение здесь, өкпесі орнында, маған айтып беріп жатты врач. Мен сол кезде енді айтып жеткізе алмаймын. Мен өзімнің өмірімдегі осындай Алла тағаланың маған беріп қойған сыйы. Бәріңізге де осындай махаббат, бақытты болыңыздар, ауырмаңыздар. 6 сағат өтті, 7 күн реанимация жаттым. Бір рет ғана клиническая смерть болды реанимацияда. Алла шүкір, оны да жеңіп шықтым. Ең бірінші, мен көзім ашқан кезде хирург маған, Анель, сен тірісің, біз жеңдік деді. Мен айтқым келеді, енді сөзімді шынымды айтсам аяқтап отырайын. Менің қазір бір өкпем жоқ, мен қабырғаларым жоқ, мен сосудтан бір-бірін жалғанған, жүрегім бір жасып тұр. Ішінде темірім бар, бана дыхательный путь дейді ғой, соны жауып бітеп тастады мені. Мен қазір баллонмен қолданам, 1 рет күніне өкпем толтырып алам болды. Мен осыны бәріне қарамастан, мен өмірге жаңа келген деймін.
мен кішігірім жазатын бар еді, негізі орысша айтып кетсем рұқсат болса, иә. Айта берейін. Я хочу сказать, да, никогда не сдавайтесь. Вам может быть больно, вы можете страдать, вы можете задыхаться, вы можете плакать, вы можете реветь насмерть, но никогда не сдавайтесь. Идите дальше, сделайте еще один шаг. Не можете идти, ползите. Не сдавайтесь до тех пор, пока не сдавайтесь до тех пор, пока силы не появятся вновь. Успокойтесь, подождите. Я хочу сказать, слышите, вы никогда не сдавайтесь. Чем больше вас ждет испытание, тем прекраснее будет ваша награда. Я была готова отдать все, лишь бы почувствовать глоток кислорода. Я была готова отдать все. Я жила в страхе. Я жила в страхе потерять любимого человека. Но я никогда не сдавалась, я боролась, я знала, я верила в Аллаха. Клянусь Аллахом, мы простили немножко меньше боли в моих испытаниях, и Всевышний всегда помогал. Пожалуйста, никогда не сдавайтесь, боритесь до конца. Всевышний услышит. Спасибо большое. Спасибо. Видео, да? Видео хотели пустить, Нурлан. Да. Давайте видео посмотрим. Да, фотоархив, я думаю, очень важно. Спасибо, спасибо. Вопросы, господа? Добрый вечер, Армада. Здравствуйте, меня зовут Венера Марлен Анель. Ваша тема очень актуальна на сегодняшний день. И я, честно сказать, пришла только ради вас, чтобы вас послушать. Вам большое спасибо. Я по вашим рассказам поняла, что в вашем случае вы боролись за свою любовь. Да. Да, выжили за счет вашей любви. Да. Теперь у меня такой вопрос. Были моменты, когда вы ломались? Были же моменты такие, когда вы ломались, когда вам уже ничего не нужно было, все, вы закрывались, вы отходили от всего, вы замыкались в себе. В такие моменты что вы делали? Как вы дальше восстанавливались, как вы дальше открывались людям, другим, помимо Марлена? И второй вопрос. Что вы можете сейчас, на данный момент, сказать тем родным людям, которые столкнулись с этим? Потому что это, я еще раз повторюсь, это актуальная тема. На сегодняшний день сейчас очень много таких людей. И вы большие молодцы, то, что вы рассказали это, вышли. А родные-то не знают, как себя вести. Подскажите, родным, как себя вести? Родным, именно имеется в виду родные больного человека? Да. И тот момент именно, когда вы ломались и опять возродились, дальше начали бороться. Спасибо за вопрос. Этот момент для меня был незабываемым. Мы были в Алмате. После слов профессора я спала снотворным. Марлен всегда меня усыпал. Все. Я до утра спала, но в один прекрасный день, ночью, 4 часа утра, я просыпаюсь, просто сама просыпаюсь, вижу, Марлена нету. Смотрю, оглядываюсь, он сидит и на коленях сидит, в слезах просит Всевышнего. Алла Тағала, өтінем Анель көмектеші, өтінем жалынам. Анель қатты ауыртпашы, жанын ауыртпашы. Мен білем, сіз біз сынаватсыз, мен білем.
мен білеміз көмектесетін, тек уже болған шығар қинап Анельді, бізде жол көрсетші, мен Анельді апарам. Анельсіз сіз көршісіз, мен ішінде сезінушісіз, мен Анельсіз өмір сүре алмайтын білем. Анельді алып кетесіз, мен өмір сүрмеймін. Маған жол көрсетіңізші, өтінемін. Содан кейін мен Марленге білдірткен жоқпын тұрғанымды. Бірақ мен содан бірден, мен оның алдында профессор сөзін шынды айтсам, мен түнеліп кеттім мен. Болды ма, осы ма, өмірім бітті ма, мен қалай мен тастап кетсем, Марлен. Сол қалай мен естідім, көзіме қалай көрдім, бірден күресе бастадым. Неге мен үшін осылай Аллахтан сұрап тұрған, мен үшін осындай ерлікке барып тұрған кісі үшін мен неге күреспеспін, мен неге жатырмын, мен неге тек соны ойлай беремін деп ойладым. Содан бері мен толық өздерін Алладан сұрай бастадым, мен күресе бастадым, басқаша қарай бастадым өмірге. Ауруымды ұмытып кеттім, тек Алла ғана басындым болды.